Красавчик, Рахмет болсын. Рахмет. Мерси 222 Майбах. Красавчик. Қанша қалдың? 50 миллионға. Алдым. Қаншаға? 50 миллионға алдым. Қуанбайсың ба оны, не жылап отырсың? 25 миллионға бүйім сатып жібердім. Бүйегің бе? 25 миллионға саттым. Қалған 25 миллионды қайдан алдың? 24 миллион 999 мыңға. Қолымды сатып жібердім. Ай, ауырады ғой кемсі. Қолым жоқ. Қалған 1000 теңгені қайдан алдың? Ішіме жай жібердім. Нені? Тісім сатып жібердім. Тісіңде? Тісім жоқ. Азы. Нормально сенікі қайта. Анау көрші қыз бар емес пе? Сол арын сатып еді Геленвагенге. Таным. Кәдімгідей арын Геленвагенге сатып еді. Арын сатып жүрдің ба? Кәдімгідей. Жан. Үйде жатқаныма 3 күн болды ғой, жата бересің ба? Барып қалаға шығып достарымен көрісіп қайтсашы. Ой, қойшы, сен жөнінде болам ғой. Ол өтірік соқпаш, түрінен көрініп тұр ғой, шыққан келіп тұрған. Шын айтып тұрсың ба, жан? Иә? Точно айтып тұрсың ба, жан, иә? Иә. Онда менге 1 сағаттық келем. Сен үйде бол, хорошо? Точно айтып тұрсың ба, жан, иә? Қалайсыңдар, бауырлар? Дәурен, сен мені жалғыз тастап кеттің. Мен жанды болудың орнына сен жақта достарыңмен жүрсің. Бол, ажырасамыз. Давайте мен қайтын. Брат, жаңа ғана келдің ғой? Осылайшы ке? Қатын дело святой, брат. Көрші қалайсың? Амансың ба? Көрші сенде бәрі жақсы ма? Соңғы кезде сен біртүрлі жүрсің. Сүйіші бәрі жақсы ма? Көрші. Біртүрлі жүрсің, серьезно. Брат, просто наушнигім қысқада. Көрші сенде қатырасың. Міне, беспроводной наушник деген шықты. Сымсыз міне, спокойно жүресің міне. Еңсеңді көтеріп бүйтіп. Рахмет көрші. Еңсең көтеріп қалды. Рахмет. Молодец. Жақсы ғой беспроводной деген наушник. Рахмет көрші, давай. Жол болсын. Жол. Жүр бәрін таста. Теперь прошу, ты, пожалуйста, молчи. Смотри в глаза и ничего не говори. Я все решил, наша речь не о любви. И отпустил, ты, пожалуйста, живи. Просто Жан, наумаған ба? Жан, біздің жүргенімізге уже 5 ай болды. Уақыты келген сияқты. Менің күйеуім боласың ба? Жан, бір күтпеген жағдай болды мен үшін. Ата-анам не дейді екен білмей тұрмын даже бар. Жан, Жан, Ау, пицца жегім деп тұр. пицца? Сенде ақша жоқ қыз. Ал? Ештеңе. Жан, саған идея бар, короче. Қандай? Жынды идея бар. Ертең 4-тен істейсің. Нәрсе? Давай сол кезде үйленейік, ЗАГСке барамыз, үйленеміз, тіркелеміз, сөйтеміз да той өткіземіз. Ой, той 40 болады енді. Сөйтеміз да сен маған бала туып бересің. Атын Сұлтан деп қоямыз, оған Инстаграм параша ашып қоямыз. Сөйтеміз да екеуміз бірақ инстапара боламыз. Қалай? Сөйтеміз да примерно бақытты боламыз енді. Сөйтеміз да екеуміз челлендж түсіреміз, видео түсіреміз. Францияға барып андай нәрселер түсіреміз, андай нәрселер түсіреміз. Күшті болады. Сөйтеміз да екеуміз көп подписчик жинаймыз ғой да. Сөйтеміз да ана заведение тұр ғой. Соған барамыз да подписчик көп болғаннан кейін тегін пицца жейміз историяға. Қалай идея? Жан, тыңдашы, не айтып тұрсың? Онда жоқ саған пицца. Не вот сенге шоппингай. Ашқа. Алло. Брат, үй жаңа келіп тұрған ғой, қонсам қалай болады? Үйге қонам дейді, сен келіп тұрсың міне. Брат, просто ауылда мама, папа барлығы келген ғой. Сыймайсың, давай. Ужып саған, что?
Алло. Брат, мына звондай бересің маған. Айттым ғой, үйде адамдар бар деп. Мә, брат, просто қолында продукты бар тұғын қойшы. Біраз тамақтары, сушняктары бар тұғын ғой. Жейтін тамақ, аумау, отырып, әңгіме айтамыз ба деген ғой. Бір бар тұғын ғой, біраз аумау, жейтін заттар сүйнен жеп алайшы деген ниет қой, брат. Ей, 70 деген домофонды баса кіре берсінші. Қой, ятта үйіңде мамаң бар, аумаң бар, туысқандарың бар, қойшы, ялам тұрсайшы. Қайта берейін, брат, одан да. Жоқ деймін, брат, кіре берші, қай жерде тұрсын, мен алдыңа өзім барам. Сосын, брат, Ау. пошел.